Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Мен номер 13 жалпы білім беретін мектебінің 9А сынып оқушысы Ерболат Қызайым сіздердің назарларыңызға қазақтың ұмытылып бара жатқан салт дәстүрі әмеңгерлік жайлы сөз қозғамақпын. Әмеңгерлік дәстүрлі құқықтың мәдениеттің негізгі институтының бірі. Әмеңгерлік күйеуі өлген жесір әйелдің қайнысы немесе қайнағасына тұрмысқа шығуы, яғни некелесуі. Бұрынғы заманнан бері қазақтар аға өлсе жеңге мұра, іні өлсе келін мұра деген ұстанымды ұстап, әмеңгерлікті дәстүрге айналдырған. Әмеңгерлік кезде ақсақалдар мен қандас бауырлар бірлесіп шешкен. Қазірдің өзінде өте сирек кездесетін дүние болғанымен, оны ұстанатын адамдар бар екен. Оның басты себептері: біріншіден, күйеуі өлген жесір әйелге балалар мен мал-мүлікке бірдей қарау қиын болған. Екіншіден, жесір әйел бөгде адамға тұрмысқа шықса, оның мал-мүлік мен балаларына қиянат жасауы мүмкін. Үшіншіден, өгей әкелерімен өмір сүріп жатқан балалар қандас бауырларынан алыстап кетуі әбден мүмкін. Қазіргі кезде де үлкен кісілердің көндіруімен ғана өмір сүріп жатқан отбасылар өте көп.